Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мынау алмұрт ағашы, кішігірім, дұрыс күтілмеген, бірақ сонда да осы жерде бір ерекше бір зиянкес туралы айтқым келіп тұр. Міне жапырақтарын көріп тұрсыздар, мынандай дәрежеде. Енді біреу ойлауы мүмкін, мұны ауру деуі мүмкін, біреу бұны біте деуі мүмкін, кіне деуі мүмкін, неме деген сияқты. Бірақ бұның ерекше бір зиянкесі бар. Бұны қазір мен сіздерге нақты көрсететін боламын. Міне бұл мындай слизни деп айтады ғой, қазақшада не деп айтады бұны, қазақшада ұмытып тұрмын атын. Ұлы тектес нелер ғой, біреу осы жерде жүрген болса, қазір тағы да көрсемін. Мына жерде біреу жүр, міне көрдіңдер ме, жапырақтың қабығын дейді жеу арқылы бұлар өсіп міне артын қабыр қалдырып кетеді дейсің, мынандай болады соңында. Көрдіңдер ме? Енді бұнымен қалай күресеміз енді деген сұрақ. Бұның бәрін сонда зиян тигіземін. Бұнымен қалай күресеміз? Бұған арнайсыз жаңағыда инсектицид берсеңіз, қарапайым карате, фастак деген сияқты, ол оған қарсы жұмыс істемейді. Өйткені бұлар моллюска тектестер, моллюскілер ғой бұлар. Бұлардың анау зиянкестер сияқты емес, нерв жүйесі. Өйткені көп дәрілер негізі бұлардың жүйке жүйесіне әсер етеді. Ал бұлардың жүйке жүйесі басқаша жаратылғандықтан бұларға сіз инсектицид берсеңіз ол жұмыс істемейді. Олар қарсы арнайы өзінің дәрілері болады. Мен сіздерге айтып өтейін, егер сіздер болатын бұл сосын тек қана мынау алмұрт ағашымыз, бұл көбінесе неде болады, жүзімде көп келеді, сосын жидектерде көп болады, малинада болады, қарақатта болады деген сияқты. Оған қарсы металдикит деген құрамында әсер етуші заты бар, дәрі болады. Ол гром деген бар, слизняет деген дәрі бар. Соларды арқылы беру ғана арқылы бұлардан құтыла аласыз. Қалған басқа мысалы қарапайым инсектицидтерді берсеңіз, ол бұған көмектеспейді. Түсініңіздер, сондай. Енді сол үшін сіз бұған арнайы құрамда жаңа айтып өткен әсер етуші заты бар дәріні алып, соны шашасыз. Егер оны бермесеңіз, ағашыңызды мынандай қатты зиян тигізеді бұлар.